Күн жарық болсын, құрметті оқырман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары? Аспазшы. Алайда өте бай адамдар демалысында терезеден тамаша көрініс ашылатын жеке аспазшысы бар жеке үйлерді жалға алады. Қазақ тілінде ш жұрнағы белгілі бір кәсіппен, іспен айналысатын адамдарды білдіру үшін жалғанады. Ал аспаз сөзі ш жұрнағы жалғанбай-ақ тағам дайындайтын адам деген мәнде қолданылады. Бұл атау ас сөзіне паз жұрнағы жалғану арқылы жасалған. Мамандық атауын білдіретін аспаз сөзіне белгілі бір кәсіппен, іспен айналысатын адамды білдіру үшін жалғанатын ш жұрнағы жалғау артық әрі орынсыз. Дұрысы аспаз. Назарларыңызға рахмет.